Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat. Men hozir namoz o'qidim, tartibni o'rgataman. Imom bor uyg'onda qalay o'qiydi, yurishlar qalay o'qiydi, shuni o'rgataman. Birinchi bomdod namozini 2 rakat sunnatni o'qiydi. Uni har kuni o'zicha o'qiydi. Odan keyin farzni iqomat aytiladi, takbir aytiladi. Takbir aytilgandan keyin imom ne dedi? Netdim, bomdod namozining 2 rakat farzini o'tamakka o'qimoqqa desa bo'ldi, o'tamakka desa bo'ldi. Juzimni qibla qaratdim, juzimni qibla tarafına qaratdim. Xolisillohi taala Allohu akbar deb quloq qo'ydi. Mana bosqirmoqda, mana quloqni yumshoq tegizdi. O'sha qibla qaratdi. Allohu akbar deb сөйтіп қол байлайды. Қолды былай ойлайды. Мынау басқармақ мына кішкене шалсақ па, мына қолды бұл неге байлап, білекті қапсырып ұстайды, үстіне былай мынау қояды. Сонда мына Аллах деген жазылады. Өстіп кіндік астына осыны тұрады. Екі аяқтың несі, екі аяқтың арасы мынау 4 ел сиятындай болып ашық болады, 4 ел сиятындай болып. 4 елін сәл ашық болса, сәл ашық болса болады. Қатты талтайға қоймайды былай. Қатты талтайып тұрып біздің мазхабта мәкрух болады. Ханафи мазхабында мәкрух болады. Осында екі аяқ арасы 4 ел болады, 4 елдей болады. Өстіп тұрады, қалаған тұрады. Сөйтіп субханакаллахумма аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим оқиды. Ал енді үйшілер болса, одан кейін имам Фатиханы оқиды. Одан кейін үйшілер білген, үйшілер бүйтеді. Нететкенде нететтім, бамдат намазының 2 ракат фарзын өтмекке, немесе оқымаққа, жүзімді қыбла қараттым, үйдім осы имамға, Xolisillohi taala Allohu akbar deb quloq qo'yadi. Quloqqa qo'ygandan keyin o'sini qo'l qo'yadi жаңағыдай. Qindiqdan so'z qo'l qo'yadi. Sonda жаңағы кейбір кісілер білмейді, жаңағы имам Allohu akbar дегенде, Allohu akbar деп айтқан кезде, үйшілердің бәрі де Allohu akbar деп бір такбир айту фарз болады. Яғни фарз айын болады. Фарз айын деген әркім өз жеке орындайды фарз. Егер үйшілер имаммен бірге немесе имамнан кейін Аллаху акбар деп айтып құлаққа қойды болса, үндемей құлаққа қалсады болса, ол кісінің намазы дұрыс болмайды. Сондықтан құрметті жамаат біліп алған жақсы. Имам Аллаху акбар деп айтқан кезде сіздер де Аллаху акбар деп айтып, құлаққа қаласыздар. Құлаққа қалып, сөйтіп қол байлау керек. Қол байлап болғаннан кейін имам да үйшілер бәрі Субханакаллахумма ва бихамдика ва табарак асмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук деп жаңағы нені оқиды. Сосын артындағы үйшілер тыныш тұрады, оқымай тыныш тұрады. Сосын имам аузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир-рахманир-рахим де іштен оқиды. Сосын дауыс шығарып жария Фатиха сөзін оқиды. Алхамдулиллахи раббил аламин деп Фатиха сөзін оқиды. Фатиха сөзін оқып болғаннан кейін имам да артындағы үйшілерді бәрі ішінен әмин деп айтады. Дауыс шығарып айтуға болмайды біздің мазхабта. Фатихадан кейін әминді дауыс шығармайды, ішінен айтады. Сосын оқып болған әминді айтып болғаннан кейін қосымша тағы бір замзыр оқиды имам. Мысалы Каусар сөзін оқиды. Инна а'тойнакал каусар деп Каусар сөзін оқиды. Сосын Аллаху акбар деп айтады имам. Үйшілерді Аллаху акбар деп айтады. Рүку қылады, рүку қылған кезде мына қолына бүркіт тырнақ сияқты, саусақтар бүркіт тырнақ сияқты қол былай істейді. Қол былай тізені қапсырып ұстайды. Арқа түзу болады, арқа қол былай түзу болады, арқадан түзу болады. Бас жоғарыда кетпейді, төменде кетпейді. Арқамен бір болды осылай. Көз мына жерде болады, көз мына жерде болады. Сөйтіп 3 рет Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим деп айтады, тәсбих айтады. Сосын имам Сами'аллаху лиман хамидах деп дауыс шығарып айтады. Артында жамаат Раббана ва лакал хамд деп іштен айтады. Сосын Аллаху акбар деп такбир айтып, барлығы айтып, имам да бәрі бірге жамаат бірге айтып, іштен айтып, имам дауыс шығарып айтады. Аллаху акбар деп Субхан раббил а'ла, Субхан раббил а'ла, Субхан раббил а'ла деп 3 рет тәсбих айтады. Сосын Аллаху акбар деп отырады, имам айтады, артында жамаат ішінен Аллаху акбар айтады. Сосын сәл отырғанда екі отырыстың арасындағы жалса деп өтеді. Жалса, яғни отырыс, екі сәждің арасында отырыс. Ол кезде жаңағы Субханаллах деп айтатындай, бір тасбих айтатын мөлшерде сондай уақытта отырып барып екі сәжде болады. Кейбір кісілер білмейді, екі сәжде алады да, бір сәжде алады да, отырады да отырса қайып кетіп қалады. Ол дұрыс болмайды. Отырғасын толық отырып барып, толық отырып Субханаллах деп айтатындай уақытта отырып, бір екі секунд отырып барып екі сәжде болады.
Allahu Ekber degan so'zlar bor. İmamda bäride Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la şu tasbih. So'shin Allahu Ekber deb birinchi jag'i tizim ko'tarib, so'shin birinchi manglayni ko'tarib keyin so'shin burnini ko'tarib, so'shin qo'lni ko'tarib, so'shin siyani bitib, ya'ni qo'lni yerga turmay bir turib ketib. Жаңа ұмытып кетмейді, негізі мына сәжде барады, солай барады. Мысалы, бірінші екі тізені қояды. Бірінші екі тізені қояды, Аллаху Акбар дегенге. Екі тізені қояды, сосын екі қолды қояды, беттің тұсына. Одан кейін мұрнын қояды, сосын маңдайын қояды. Тұрақ жері кердінше. Бірінші маңдайын алады, сосын мұрнын алады, сосын екі қолды алады, сосын сені бетіне алып, жерге қол тұрамайды, бүйтіп тұрып кетеді Аллаху Акбар. Осында екінші ракатқа тұрады, екінші ракатқа тұрғаннан кейін имам ішінен Бисмиллахир-рахманир-рахим айтады. Сөйтіп, тағы да Фатиха сөзін оқиды. Фатиха сөзін дауыстап оқиды, дауыс шығарып, жария қылады. Одан кейін имам да бәрі де іштен әмин деп іштен айтады. Болғаннан кейін тағы бір сөзін оқиды. Мысалы, Ихлас сөзін оқиды, Құл хуаллаху ахад сөзін оқиды. Оқып болғаннан кейін тағы да имам Аллаху Акбар айтады, бәрі ішінен Аллаху Акбар деп такбир айтады. Субхан раббил азим үш рет айтады. Сосын имам тағы да Сами'аллаху лиман хамидах деп дауыстап айтады. Артында жамаат Раббана ва лакал хамд деп іштен айтады. Сосын Аллаху Акбар деп бәрі имамда бәрі жамаатта Аллаху Акбар деп такбир айтып сәждеге барады. Сәждеде жаңағыдай бірінші тізені қояды, сосын екі қолды қояды, сосын екі мұрынды қояды, сосын маңдайын қояды. Субхан раббил а'ла, Субхан раббил а'ла шадай болғанда тасбих айтып Аллаху Акбар деп мынау не қылады, отырғанда мынау аяқ тіке қояды. Аяқ тіке тұрады былай. Мынау оң аяқты тіке қойып, осылай тұрады. Сол жақ неге аяққа салмақ салып қояды. Сол жақ аяққа салмақ салып, сол жақ аяққа салмақ салып. Осы отырады. Сол аяқты жатқызып, оң аяқты тіке қойып, осылай отырып сүннет болады. Пайғамбарымыздың сүннеті, осылай отырып сүннет. Намазда осылай отырып сүннет. Осы Аллаху Акбар деп бір сәжде қылып болғаннан кейін отырады. Отырып болғаннан кейін Субханаллах деп айтады, бір тасбих айтатын уақытта отырады. Сосын Аллаху Акбар деп екінші сәжде болады. Субхан раббил а'ла сөз айтады, сосын Аллаху Акбар деп қайтып отырады. Сөйтіп, жамаатта бар, имамда бәрі ат-тахият дуасын оқиды, ташаххуд дуасын оқиды. Ат-тахияту лиллахи деген дуалар соны оқиды. Ат-тахият оқып болғаннан кейін, салауат оқиды. Аллахумма салли, Аллахумма барик, салауат бар, екі салауат, соны оқиды. Сосын Раббана ғфирли деген дуа бар Құранда. Ибрахим алейхиссалам айтатын дуа, сол дуаны оқыған абзал болады. Раббана атинен оқыса да болады. Раббана ғфирли деген дуаны оқыса да болады. Раббана ғфирли вали валидайя валил муъминина йаума якумул хисаб деп айтады. Мағынасы Раббым есеп қисап күні, яғни қиямет күні мені ата-анамды және барлық мұсылмандарды кешіре көр деген мағынада осындай дұғаны айтады. Сөйтіп айтып болғаннан кейін ассаламу алейкум ва рахматуллах деп имам сәлем береді. Жамаат та бірден сәлем береді, имаммен бірге ішінен айтады. Имам дауыс айтып барады. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп имам сәлем береді. Жамаат та ішінен ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтады. Екі несіне барады. Имам сәлем бергенде екі ұшына барады. Екінші жағы ассаламу алейкум ва рахматуллах деп екінші жағы сәлем береді. Сосын айтып болғаннан кейін, сәлем айтып болғаннан кейін, сәлем беріп болғаннан кейін қолды көтеріп астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах деп үшінде айтады. Сосын Аллахумма антассалам ва минкассалам, табаракта я зал жалали вал икрам, бирахматика я архамар рахимин деп береді сөйлейді. Ол сосын ат-тахиятта отырғанда бізде мына басқа мазхабтарда ишара сабаба дейді. Ишара сабаба деген мына қол бетіне алады. Бүйтіп ашхаду ан ла илаха дегенде қол көтереді, ишара сабаба дейді. Осы былай істейтін. Көтереді, бүйтіп барып. Ашхаду ан ла илаха иллаллах деп көтеріп бір рет сөйтіп. Осы істейді басқа мазхабтарда. Біздің негізі ол, біздің мазхабта негізі мынау Орта Азияның несі, имамдар, үлкен ғалымдар бұл алмаған екен. Оның себебі бұл ишара сабаба бізде мына кітапта айтады, Аллах Тағала бір дейді. Имам Азамның Фиқхул Акбар кітабында айтады. Инна Аллаху вахидун ла мин тарихил абади ва лакин мин тарихи аннаху ла шарика лаху дейді. Мағынасы Аллах Тағала бір дейді. Бір болғанда ол сан жөнінен бір емес дейді. Серігі болмаған бір дейді. Яғни біз ишара сабабада ат-тахиятта ташаххудта бүйтіп қол көтерген кезде біз Аллахтан бір деп сосып көтереміз ғой. Осы санаған қол дегенде сол үшін бізде Орта Азия имамдары, Орта Азия ғалымдары бұны алмаған екен. Арабстан жақтарда бар шығар, олай жақта бар екен. Ал бізден Орта Азия имамдар бұны алмаған екен.
Sonra lajvesi cemaat jasaman afzal dedi. Bizim ortazan imamlar amma degan bo'ldi. So'rashni ko'tarib qo'yib bo'ldi. Birovlar bit ko'tarib, birov bit ko'tarib, birovlarcha salabda bit o'tirib bit, qo'l bit o'tirib bit, o'ynatib o'tirib. Bu boshqa emas, bu so'zing bo'ldi. Negizda bit ashhadu an la ilaha illalloh deb bit. Ashhadu an la ilaha deb bit. Jinaytda illalloh deb bit bir so'z ko'tarib so'z. İşaret sababı etti. İşaret sababı ona susuzluktan işaret ko'rsatdi. Xudoning Allohdan birligini ko'rsatdi. Sonra istedi janob. Bu negiz bizning o'rtazan imomlar istemagan. So'rashni biz istemay qolganimiz afzal. Naqrmun jamoat. Imomga uyib o'qidim. Tartib bo'lsin deb o'tdi naqrmun jamoat. Barchalaringiz tindangiz rahmat. Allohning o'zi aytgan vaaz nasihatimizni barchamizga amal qilib nasib etsin. Robbuna atina fid dunya va axiru da'wana alhamdulillah. Wa axiru da'wana alhamdulillah. Robbuna atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban